текемет жасалып жатыр. Бұл текемет Кеңгірбай атаның қонақ үй ордасына ана жолы барғанда Кеңгірбай атаның ордасындағы шырақшы өтініш айтып еді. Осы бөлмелерді қазақи қылайық, соған бір көмектеріңіз болса деп. Енді бізде аты цех қой, енді бізде көбінесе бұл біздің ата жолының цехы. Бұнда адамдар келіп үйренеді. Үйреніп күнде шығарып жатқан жоқ заттарымыз. Бірақ та қолын ұшын беріп үйреніп кетіп жатқандар кісі көп. Әлі ондай сатылымда да жоқ. Сыйлыққа беріліп жатыр. Енді сондай бізде әйтеуір осының жалғасын тапса екен деген мақсат ата жолының. Енді бір осыны бастап халыққа көрсетіп, бұны істеуге болады екен деген мақсатпен басталды. Жалпы енді кейін мүмкін бола жатар. Қазірше біз енді осы жерде өзі келетін адам шақырсақ келеді. Міне Баян бүгін келді. Райса енді осында күнделікті болып жатарды. Осыны бастап, кеше алды күні бастап осыны жасап кетті. Ойын қиып, күн ұзаққа демалыс күні осымен айналысты. Енді міне қыздар, сіздерге сөз берейін. Мынау енді Кеңгірбай атаға деп арнап текемет жасап жатсыздар ғой. Бұл деген енді қолдарыңызға дерт бермесін. Жалпы не айтасыздар халыққа? Осы жерде мынау ата жолының бастаған мына қол өнері жалғас табам екен. Ал енді Райса да дайындықта. Қазір мұның үстіне капрон жабылады, сосын оны сулайды. Бұның енді жұмыс әлі алда. Не капрон? Ал енді қыздарға сөз берейік. Ал енді бір-екі сөз айтып кетіңіз, тағы түсіріп жатармыз. Жетпейді. Бұл енді біздің берген аманат. Аманат жүк ауыр дейді ғой, иә? Жететін шығар. Аманаттың Көрейік. айтқасын енді ұялдық. Жоқ деп айтуға, әйтеуір көреміз деп. Аха. Бастап кеттік. Міне қыздарға рахмет. Жетіп қалады. Былайынан жабайық. Жетпей ме? Мұны жау. Ұзындығы жетеді. Тағы біреу бар. Тағы біреу бар. Мынау капрон міне сол үшін керек. Сүріңкірек болды, е? Мынау капрон астынан көрініп тұру керек. Өйткені сабындағанда бұл жаңағы жабысады сабынмен, сумен, сабынмен. Екінші тағы да капрон. Наоборотына басына. Міне. Әдем болайын деп тұр. Асыл, қоңыр, қызыл, сары. Аңайын көмкерді оюлардың. Дәл келді, я? Анда жаңадан алынған тағы бір капрон бар. Әдейілеп сатып алдық. Өзіне қарай тартты. Жуырда енді құрбан айт өтті. Сол құрбан айттан кейін қыздарымыз кішкене демалып жатыр. Сонда да Баян бүгін шаршамай жүгіп кепсін. Өйткені алдында айтып кетіпсің ғой. Кеңгірбай атаға бастасаңдар мені қалдырма деп айтып кетіпті ғой. Райсаға айтып жатырмын да. Қалдырма деп. Айтыпты ғой. Қалдырма мені деп. Сен сосын ғой шақырып атқаның. Я өткенде бір кейс бастық, сонда мен естідім. Басында өзіңіз де айттыңыз ғой. Кеңгірбай атаның басына бір текемет сұралынды, соған келіңіздер деп. Мен соған жүгіріп келсем, ол текеметті осында басыппыз ғой. Оны көрдік қалай болады екен деп. Сонда тағы айтып кеткен, енді тағы Кеңгірбай атаның басына арналған текемет болса, мені қалдырмаңыз деп. Соған Райса кеше маған телефон соқты, соған мені жетіп келдім. Бірақ Райса өзі 2-3 күн дайындалған, осы өйткені мынаның талдырмасы бар. Демалыс күні істеді, таңертең кешке дейін. Иә, таңертең кешке дейін. Түнде сенбі күні бастады. Енді Райсаны білесіз ғой, бір бастаса, осында ол не қалады, сосын түнімен жұмыс істейді, жұмысынан кейін жұмыс істейді. Осыған дейін жеткізіп қойған өзі. Жаңа ғана келіп, біз ойды тіктік, ойды өзі салып қойған, бірақ жиектеп, соны қазір болдық. Енді қалған әрі қарай жұмыстары көп қой. Соны әрі қарай жалғастырамыз. Кешке қыздар келсе, тағы да мүмкін жәрдем берер. Енді осылай біраз осы
алдында сіздер болдыңыздар, осы Райса көп нәрсені осында қалып, мына шеберхананы өзінің жауапкершілігіне алып, көп нәрсені бастайды, сосын бізді шақырады. Оны былтыр енді көп жаңа талдырмалар, текеметтер, сырмаққа біз дайындадық қой. Енді биыл текеметпенен панолар жасап жатыр, иә? Сондай. Енді осы қолөнерсіз өткенде айтып кеттік қой, Абай атамыздың қара сөзінде өнерсіз енді әрі қарай да жалғастырамыз. Өткенде 13-ші қара сөзі басталды ғой. 13-ші сөз ол әрі қарай иман туралы 38-ші сөзде де қарастырылады. 12-ші сөз, 31-ші сөз, 40-ші сөздерде де жалпы 45 сөздің бәрінде де өнерге қатысты Абай атамыздың. Сондықтан мынау соның ішінде өнердің түрі көп қой. Соның ішінде мына қол өнерсіз біздің бұлшық етіміз тазармайды. Ал бұлшық ет енді өзім өткенде бір айтып кеттік қой, бір тақырып қозғап, ол 100 бұлшық ет болса, соның біреу жүрек. Жүрек сол 99 бұлшық еттің тазаруына тәуелді екен. Жүрегіміз тазару үшін, сондықтан қолөнер біз тастап кеткен қазақ халқының қолөнері осында жалғасып жатыр, шеберханада басталды, қазір жалғасып жатыр. Әрине қыз әйел заты ғана емес, біз ер кісілерімізде қолөнерін ер кісіге арналған кәсіп қылып жалғастыру керек. Енді біздің арманымыз енді сол басталса екен дейміз. Мен бір көргенім осы Қалкеннің қамшы өнері бар екен. Бірде біз зираттап барғанда сол бізді көлікпен алып жүргенде де бір тыным тапқан жоқ. Сонда мен айтқан өзім ер азаматтарға да осындай қолөнер басталса екен, әрі қарай сосын жалғасын табады ғой деп. Сосын өткенде ғылыми түсте көрдік қой. Енді ғылыми түсте маған көрсеткен болғанмен ол халықтың түсі деп ойлаймын. Ғылыми бір түс көрдім. Сонда осы қолөнері осы шеберханадан басталып ауыл-ауылға дейін тарайды екен. Өйткені бүкіл шикізаттың бәрі ауылдан шығады ғой. Сонда біздің ауылымызда қолөнерден мақұрым қалып отыр ғой. Жай арасында бір кісілер болмаса ұстап келе жатқан, осыда біз қалып қойғанбыз бала шағамызбен түгел. Енді осы сол түсті енді жарты жыл болды, соны мен жаңағы жорып жатқаныма мен ойладым, сондай да түс болады екен. Ол ғылыми түс болды, осы жерде көрсетті. Сол қалай енді пазик дегенді мен ойладым, бола ауылдан келеді ғой осында қолөнері. Осы жерден ауылға дейін қай өңірде болса осы қазақ елінің түкпір-түкпіріне барады екен, негізі сол қорытындысы. Сондықтан бұл қолөнерінсіз ешкім кім болса да, қандай деңгейде болса да, мұны аттап кете алмайды өнерді. Өйткені иман дегеніміздің өзінде де сол біздің жаңа ғибадатымыз, құлшылығымыз, соның ішінде бәрі бар екен. Қолөнерсіз ешкім ешқайда аттап кете алмайды. Ертең мысалға үлкен деңгейдегі аққу сұңқарлар болса, артынан жетеленушісі келмей ме? Сонда жетеленушісі осыны түсінеді, қолөнерді ары қарай жалғастырады, тазару, ақталу, және де ары қарай тазару деңгейлері бар ғой. Соған қолөнерінсіз жылжымайтын олар өздері де білетін болады. Енді мен өзім білдім деп айтып отқан жоқпын. Осы жерде енді өзімізден өткізіп жатырмыз ғой, тәжірибе. Иә, сіз өткіздіңіз ғой, терілеттіңіз, жарым теріміз шығардыңыз. Сонда бізде қандай өзгерістер болды. Соны өзгерістер болғаннан кейін өзімізге соны кішкене де болса көрдік қой. Соны айтып жатырмын. Және де Абай атамыздың қара сөзінде, ата жолының білімінде Көкберген ағайдың жазған қанша кітаптар бар. Соның ішінде қолөнерсіз ешкім алға жылжымайды екен, қолөнерсіз болмайды екен. Енді Райса айтсын енді. Жақсы, енді бұл жерде кеше мен ұран салдым. Өзіміздің арамызға да, өзіміздің сырмаққа да салдым. Ұран салдым, осылай Кеңгірбай атаға текеме жасайын деп жатырмыз, келіңіздер, бір кимешектен киіп кетесіздер деп. Енді сен Райса екеуің бір кимешек ала жаса киесіздер. Бұл енді бір қызығушылықтарын ояту. Бірақ енді болған қарағанда адам өзі іздеп табу керек. Шәкәрім ата айтқан ғой, ең бірінші төлемесе де ақша төлеп өзің үйрен еңбекке деп. Ертең соның еселеніп келеді. Бұл сөздің астары бар негізі. Енді мен айтайын деп тұрғаным осы халыққа арналған ғой, ол түс. Сонда сіз осы шеберхананы, сіз себепкер болдыңыз ғой. Сізге осындай аманат жүктелген екен. Сонда сіздің көңіліңіз енді бізден бұрын сіздер болдыңыздар ғой. Біз өте сіздерге ризамыз. Бұрын қанша қиындық болса да сіздер ағадан қалған жоқсыңдар, ағайдың жанында болдыңыздар.
солай осы топты құрдыңыздар, кішкентай топ болса да қалған кісілер сіздер. Сонда да болса сіз осы шеберхананы ашқанда ғылыми түсті енді мен там-тұмдап оны өз ісімді өзім зерттеп, өз ісімді өзім жорып жатырмын ғой. Оны бекітіп қоямын арасында. Ол түс әлі жалғасып жатыр. Оның көбісі осы жерде болды. Соның біреуі сол сіздің көңіліңізге байланысты екен. Көңіл деген жай көңіл емес екен ол. Біздің иманымыз бірінші көңілге барып бекиді ғой. Сондықтан сіздің көңіліңіз осы шеберхананы ашқанда өзіңіздің қатарыңыздағы бүкіл осы сұңқарлар осы жерге келеді деп ойлапсыз. Сізді қолдайды, соны бірге өтеміз деп сіздің көңіліңіз, сол жақта көңіліңіз өткен сол түс келгенше, сонда көңіліңіз сіздің құлазып, сіз бізді байқамапсыз. Өйткені маған осы жерді көрсеткенде сәуле болған жоқ. Мен келіп сыртта жұмыс істей бердім, бұнда сәуле түскен жоқ. Сол сіз бір рет жинадыңыз ғой. Сонда енді артыңыздан ерген, енді атын атамай-ақ қояйын, осы қыздардың барлығы келген, енді жаңа буын дейді ғой, өзі кезең-кезеңмен өтіп жатыр ғой. Сонда да сіздің көңіліңіз өзіңізбен бірге жүрген, мысалға бар ғой енді, сізден бастап қанша сұңқарлар аққулар жүр қалған, солардың барлығы осында келіп, осыдан өтіп, олар үлгі болады, солар қолдайды, сізбен бірге болады деп ойлапсыз. Енді ол мен жорған жоқ, ғылыми түбірі сонымен шықты. Сіздің көңіліңіз құлазған. Сондықтан, ал сіздің көңіліңіз сондай құлазды, сіздің өзіңіздің отбасыңызға да тиетін, отбасыңызда шешілмейтін нәрсе болып қалады екен, көңілге байланысты. Ал енді сондықтан өткенде сіз жинадыңыз ғой, сонда барлығы келді ғой. Ол өнерден өтпеген сұңқарлар келді ғой, басқа да кісілер келді. Сонда сіздің көңіліңіз толып, қандай да болса, сіз риза болып, осы көңіліңізді ашылып, сізде есігіңіз ашылып, сол есігіңізді ашылғанда Алланың нұры түсіп, сіздің көңіліңізге байланысты сіздің қыздарыңыздың жолдары ашыла бастады. Әмин. Санасы, ұлттық санасы оянып, енді сондай маған көрсетті, мен оны ойымнан тапқан жоқпын. Оны әлде де осы жерде үлкен осы екі ортада пеш болды ғой, сол пешті де көрсетті ғой. Маған енді күнде түс көріп отқан жоқпын. Сол пешті де қазір көрсетіп тұр. Мен сол түсті қалай көрдім, солай барлығы былай болып жатыр. Ондай сіз бірінші рет көріптім сондай. Енді сонда маған көрінгені, сіздің үйге, сіз есікті жартылай ашып тұрғанда, сіз оған дейін болған жоқсыз, көрдіңіз бе? Көңіліңіз ана жақты қалап тұр, бәрі келсе екен, сізбен бірге болып осының бәрін алып кетсе екен деген көңіліңіз, өзіңіздің қыздарыңыз келгеннен кейін ашылып, сіздің үйге аппақ сәуле түсті. Оң жақтан. Сіздің есігіңіз сонда да бізге деген жартылай ашылыпты. Әлді аштым. Неге Мәруан бізді көрмейді, біз жүрміз ғой мұнда. Сонда мен андage бір нәрсе істеп жатырмын. Сонда тағы біреулер келіпті сіздің қыздарыңыздан, сол бірге жүрген басқа ордада. Сонда да мен айтам, енді біреуден сұрап тұрмын, үн келіп тұр ғой. Неге Мәруанның есі жартылай ашықты, біз мұнда тұрмыз ғой, бізді неге көрмейді деп. Сонда ол жаңғыз мен емес қой, мына қыздар ғой, осының ішінде жүрген қыздар. Сосын бірақ сіз бәрібір де арқаңызбен отыр екенсіз. А мен айтам, Мәруан неге бізге бұрылмайды, бері қарамайды, есік неге айқара ашылмайды дегенде, сонда пазиктер келді. Енді пазик ауылға баяғыда пазик баратын еді ғой. Сондықтан мен соншалықты кісі келіп ауылға осы түбірлі тарайды екен. Сіздің көңіліңіз көңіл туралы айтып жатырмын ғой, сонда көңілге бәрі байланысты екен. Сонда біздің көңіліміз бір толмай, сондай құлазып сөйтіп тұрса, біздің де, сіздің ана ретіңізде үйдегілердің жолына ашылуына оның кедергі болады ма? Кедергісі болады екен. Сонда барлығы көңілді екен. Енді ары қарай енді жалғасы болады, сол түстің мен әлі сол түс өзіне көрініп, өзі неғып жатыр енді, үміттенеміз, сондай болады. Мен енді ойладым, егер мен бұны айтпасам, мен арамын. Негізі адам адал болу керек қой. Сонда енді біреулер менен сұрағанда, біреу айтты, мен атын айтпай қойын. Сіз осында келмей өнерден өтпеймін, сонда үлкен деңгейде боламын деп ойлайсыз ба? Ағай күнде айтып жатыр, 8 қылды бір сол деп. Ал сіздің жетенушілерің келеді ертең. Олар ауыз толтырып өнер туралы айта алады. Ал сіз не айтасыз дегендей. Мысалға, мен айттым, бұл менің адалдығым.
өйткені ол ғылыми түс, ол маған көрінгенменен ол халықтың түсі ғой, ол ғылыми түс болғаннан кейін мен оны айтуым керек деп, соны әлі айтып жатырмын мен сол түсті. Дұрыс айтасың. Мен де соны Райса айтсын. жуырда осы бір әңгімеге қосайын. Осы жуырда өзіме сондай тұжырым жасадым деуге болады. Алдында ойлағам, осы сіздер енді осы цехта жұмыс істеп енді, көңілім солай да болды ғой енді. Шу дегенде жанымда жүргендер келіп, осы жерде осы алып кетсе меңгеріп қоса жүру керек қой бәрі де. Енді ол жуырда енді өзіме бұндай келдім, ойға келдім. Енді жалпы бұл цех ақша табу емес, бұнда келіп халық үйреніп, тәжірибемен бөлісіп, қуат алмасып, сөйтіп отыратын орын деп өзімнің жүрегімді жаңа тағы сен айтпақшы көңілімді суытып, тәуба деп осыған енді көрме бар, ертең аларса көрмеге барамыз. Енді бұл жерде көрменің өзі де жай емес қой, бұл ата жолының осы мынау жұмысымызды көрсету жер, жалпы халыққа көріне беру деген жақсы ғой. Әйтпесе біз тек қана киініп жүреді екенбіз, тек қана зиратта екенбіз деген сияқты ой қалыптастырмай, жалпы біз халықпен біргеміз. Жалпы біз халықпыз. Ата жолы халық, ешқандай секта емес. Секта олар бөлінетін. Біз осы халықпен бірге болсақ екен деген қадам жасап жатырмыз ғой. Сондықтан осы жерде енді рас осы бүгін де сұрап жатыр екен. Бір неде өз ойын жазған екен, осы сіздің мынау цехыңызды да көрсете отырсаңыз қандай жұмыс жүргізіліп жатыр деп сұрапты. Міне соған сәйкес келіп тұр енді осы әңгіменің бәрі де. Жалпы мынау цех жалпы халыққа келіп үйренем деген, батыстан келіп үйренем деген кісі бар. Шығыстан, оңтүстіктен үйреніп кеткен. Міне жуырда Армангүл деген жас келіншек Какшаптан келіп, қаншама бір күн жай отырған жоқ. Кимешек тіксем, кимешекмен тігейші үйретші, машинаны үйретші, бас киім үйретші, нәски, бас киім, кимешек, және темам анасына арнап түндік жасап алып кетті. Міне істейм деген, үйренем деген кісіге есік ашық, бәрін әбден шашып кеттім, бірақ та сондай разы болдым да, осындай талпынып тұрған жастар бар екен. Бұл жай емес ашылған. Бұның арғы жалғасы болады, дұрыс айтасың. Міне бүгінгі мынау іске сәттілік, Баясу да көмекке келді бүгін. Райса не айтасың? Кеңгірбай атаның ордасын кім ұстайды? Кеңгірбай атаға байланысты біреу бар ғой, сен бағана бір әңгіме айтқанда айтсын. Менің апайым Аққу ғой. Кезінде Биатаның ордасы бізде болды. Енді әке шешем, апайым кезінде маған да кіші орда болады деген, бірақ мен қабылдаған жоқпын оны бұл кезде. Бірақ әлі күнге шекті апайым бата шығармаса да нетпесе, бірақ Биатаның ордасы ғой сол. Биатаның ордасы. Сосын саған бір туыс, бір... Биата тобықты, Биата жігітек қой, жігітек. Енді мен нағаш апам Абайдікі ғой, Шыңғыс тауының жиегінде туған апам. Ол кісі сол Биатаның жігітек деген руынан бірге туыс көп келеді ежелден. Бұндай жасап атқаның жай емес, сондай бір ынталанып, мен жай айта салам да, сосын Райса алып кетеді, сосын өзім уайымдаймын, неге айттым оған деп, маған маза бермейді. Бұнда мынау Баян оған қосылады, Баясу оған қосылады, міне келіп. Бұл деген енді маған тимесе екен, мен басқа жұмыстарым бар деген ой ғой енді. Іске сәт, бұл сауаптан болсын. Бұнда қаншама халық келіп жатады, бұдан қаншама қуат алады. Ертең анау көбісі қазір түсінбей жүр ғой, ата жолдықтар келеді. Бұған жатқанда аян алсын, аян алсын. Барған кісілер келеді ғой, жан-жақтан. Аққулар келеді, аян алсын, әруаққа жалғансын. Бұнда қайткенмен де біздің қуатымыз барады. Ата жолының зікірін қойып, қазір жалғастырамыз. Іске сәт, сосын кейін тағы сүре жатармыз. Дайындық, суладық, сипадық. Енді не істейміз, қыздар? Қазір біз ораймыз. Осылай сипап, жабыстырдық. Енді ораймыз. Плотный қатты ор. Тартып отырып, екі жақтан, ортадан тартылып оратылады. Ұқтау керек жоқ па, Райса? Ұқтаусыз істейсіз бе?
Оқтаусыз? Оқтаусыз істейміз дейді, ораймыз осылай дейді. Оқтаусыз істейсіз ба дейді? Оқтаусыз оқтау не керек? Енді осылай илейміз, ана кезде осылай илеттік қой. Енді оқтау қолданбаймыз. Мен де көмектесейін. Қазір әдістеніп алдық қой. Шиге орағанда оқтау жоқ қой. Тәжірибе жинап жатырмыз жасаған сайын. Жаңа әдістеме. Қазір айтады, енді өзіміз үйретіп жатырмыз. Бізге келгенде үйренеміз десек, біз өзіміз үйретіп жатырмыз ба? Ол да шүкір тәуба. Бұл деген бәрі тәжірибемен келіп жатыр ғой. Еңбекпен, тәжірибемен. Су болып екен, қазір мен де кірісейін. Жатыр. Басып жатырмыз. Білек деп жатырсыздар, иә? Білек деп жақындап қалды. Енді білек деп басып жатырмыз. Көлденеңіне. Енді сәл аяқтауға да жақын, бірақ біраз жұмыс бар. Жұмыс етеді әлі. Осылай еңбекпен жасалынатын қазақ салт дәстүрінің киіз текеметі. Қазақтың мықтылығы да содан шығар. Қыздар не істеп жатыр екен? Тағы бір қарап шығайық. Ойбай, біз алып отырмыз ғой. Әшеге етпейді. Бұл жұмыс. Мына Атыраудан келіп, құрдас енді бізге құрдас болады енді. Рая дұрсат. 57 жылғы. Иә, 1-2 жас. Рая матың толық атыңыз. Рая. Райса, Баян. 57 жылсыз ба? Иә. Ал қыздар бір ән айтып жіберіңіздер енді. Кіші Қазақстан білетін бұдан мен. Неше қазір? Сіз енді ата жолына келгесін Қазақстан енді батыстан келіп отыр ғой бұл жақтан. Ал апалар. Қырына қояйық, қырына. Осындай апалар келе берсін, еңбектері жана берсін, қуат қоса берсін елімізге. Ақ жаулықты аналар. Әр қайсың артыңызда әруақ еріп келді. Жаңа айтып жатыр едім ғой. Мынада мен 5 жасында атам қайтыс болып, сонда анашым менің бірінші інімді, Ақылбек деген інімді босанып, арқасына байлап алған. Оны өстіп, манағы әлгі өмізгілде крем жоқ қой енді. Сол өстіп киізге орап салады екен ғой қайтқан кісіні. Соны мен көргенім бар, анашым мына жерлері бәрі қып-қызыл. Осы бір төрт әйел ме екен, болып өзі қатарлас сонда келіндер болар шамасы. Қырын не қылайық? Қырында ба? Олай емес. Оны көріп едім. Сонда кремге орып, мен жаңа сіз айтқан ойлап қалдым, керемет екен ғой. Киіз кремге орап, ана дүниеге аттандырса, бұл да бір кісі қайтты. Ертең таңертең уже кремді тағы осылай күні бойы кептіріп, бәрін жасап, таңертең жаназасына уже кремге орап шығарады екен сол мезгілде. Алдын ала дайындамайды? Жоқ, оны дейтін қайтқаннан кейін жасайды. Сен алдын ала оны жасап қоймайды екен. Мен соны көрдім шешемнен. Таң қалдым. Қазір сол есіме түсіп отыр. Тағы осылай манағыдай лақтырады ел. Қай өңірде бұл? Қай өңірде? Атырауда. Атыраудың қай жері? Атырауда біздер қаланың қақ ортасы ғой біздер. Сонда. Ол мезгілде біздер ол менің атам 62 жылы қайтты. Сол мезгілде осындай кремге менен шығарады екен ғой. Соны қайтқан бойда жасайды екен. Қалай үлгереді? Керемет. Біздер енді қыста болса қалай сонда? Сонда ноябрьде қайтты менің атам. Қыс қой енді. Сонда сөйтіп істеп шарбақта осындай жасап жатырды. Дымқыл болса да орай салады, иә? Оны жағын білмедім мен. Дымқыл болды ма, оны кептірді ме, пешкелді ме? Енді бір жүннің қасиеті тез кебеді ғой? Пешкелді ме, не де болса, не айтады манағы, қайтқан кісіге қиянат жасамайды ғой. Бір несі болып тұр ғой, кептіріп, сөйтіп шығаратын жақсы фабрика сияқты болып тұр ғой біздің аналарымыз. Ал бір ән айтып жүрейік. Ал бастаңыз Рая сіз. Ақырын. Өлең. Өлең. Қандай ән білесіз? Атырауда қандай ән айтады екен? Атырауда бәрі сол. Біздер сіздердің айтатын әндеріңіз айтады ғой. Әлгі менің 4-ші немерем садикке барғанда бізді айтқан ғой тәрбиешісі. Өлең айтасың ба? Я айтам. Қандай өлең білесіз? Аяғына кигенім бұлар етік сәулем ай, аяғымнан барады ызғар өтіп сәулем ай,
Жақсы болсаң келерсің, судан өтіп сәулем-ай. Жаман болсаң кетерсің, суға кетіп сәулем-ай. Осы өлеңді айтқан екен, мен 4 жасар немерем садикте бәрі күліпті ғой. Әжемнің өлеңі ме, әжеңнің өлеңі ме деп сөйтіп айтыпты. Сосын ана 17 жасар немерем Прикаспийский колледжде оқиды. Мына сөзі немерелер жөнінде әңгіме болып кетті ғой. Иә, дұрыс. Сосын барып студенттер айтқан ғой. Күні жақсы сәулем-ай, жақсы болса жаманы, жығы жақсы сәулем-ай. Бір сөз айтсам жаныма теріс қарар сәулем-ай. Қорғасындай балаған қандай жақсы сәулем-ай. Әуде. Сонда ана 17 жасар студенттер кураторын айтқан ғой. Апай, сіздің бүгін туған күніңіз екен. Құтты болсын, бізге туған күніңізде бата беріп жіберіңізші. Жоқ, мен бата бере алмаймын деп айтады дейді куратор. Сонда мен үлкен немерем айтады дейді. Онда сіз жай қолыңыз жайыңыз, мен берейін батаны деп. Кесіліп кетеді. Сосын манағы әлгі менің өзім қысқаша баталарды үйретемін балдарға. 4 шумақ өлеңді айтқан ғой, жай қолыңда маған бата беремін, саған қайда жүрсең де аман болсаң қарғам деп. Ана апай айтады дейді, ойбай, кім үйрендің мұны дейтін, өзі мана кішкентай 4 шумақ тез жаттап алуға жақсы екен, жазып берші деп айтады дейді. Үйге келіп мана немерем айтады ғой, әже мен бүгін кураторыма бата үйреттім. Ойбай. Ал енді ашып көрейік. Міне қараңыздар, бүршіктеніп жатыр. Тез болып қалып кәдімгідей. Секеметіміз жақын. Өте жақын. Секемет туралы білесіз бе? Секемет жөнінде білмедім. Ән дейсіз бе? Секемет туралы. Жоқ. Басындағы әулемсің, жақсы болсаң әулемсің, 90 болса 90 әулемсің, 92, 93, білем деп атырмыз. 95, Сәуле келді, Назгүл келді, Баянсылап ке, бүгін 97, жалғасы табылып жатыр. 48, 99, Бірінші рет істеп қыздар жеңіл. Жоқ, екінші рет істеп жатырмыз. Себелеп ары қарай болғанмен алды. Жоқ, ашыңыздар. Ровно қылмасаң разницасы болады. Бұл ақ киіз. Кеңгірбай атаның басына баратын текеметтің астына ақ киіз тігілейін деп жатыр. Сол бөлек ақ киіз басып жатырмыз. Қалың болсын, жылы болсын деп, иә? Қалың болсын, жылы болсын деп, соған ақ киіз қосылайын деп жатыр. Соған бүгін Киіз дайын, далада кеу бар. келді, Назгүл келді, қосылды. Кеше Баянсыл апай, Рай апай болған осында. Каруан болған. Қазір мен жаңадан қыздар келіп қосылып осылай меңгермекші қолөнерін. Міне Рай апайымыз керемет санап тұрдыңыз, ол да күш керек. Оған да күш керек. 100-ге дейін санап үйрендім. Жақсы. Бұның бәрі есте сақтау қабілетке. Бір әдем болып жатыр, байқадың ба? Иә, пісіп жатыр, Бұны анау істеген сайын өзің рахаттанасың да? Ашық анау бірігіп атқан кезде ақ киіз міне. Өлең жіберейін. Жіберіңіз өлең. Ал ашамыз. Қаулай тартпаңыздар, солып кетеді. Қанша жыл болды сақталған кездескенде өте қуаныштымыз. Аламыз ба? Қайттан сосын аламыз ба? Жинаймыз. Ораймыз. Мен бұра ора берейін, астына қасым бада. Астына қап кетті ғой? Кете береді. Болады солай. Кете береді. Кішкене осылай ораймыз да. Ал енді білестеп осыны ұрып жинаймыз. Міне қыздар аяқталып жатыр. Келді, сәйкес енді кішкене ғана қалды. Қалай Назгүл? Тер шықты. Тер шықты. Қуат алмасу кетіп жүрді. Бірде өткеніздер. Атырау. 9.
орайсыздар тағы. Су да бар. Су болса келбеді енді. Тас келді ме? Сыртқа келіп тұрып аламыз ғой. Иә.